Бүгін мен роботтық хирургия туралы айтқым келеді. Роботтық хирургия дегеніміз не? Роботтық хирургия бұл лапароскопиялық хирургия мен компьютерлік технологияның үйлесімі. Роботтық хирургияның артықшылығы бұл тесіктен жасалатын операция, сондықтан қан жоғалтуы аз, ауырсыну төмен, әрі 10 есе үлкейту мен 3 өлшемді көрудің арқасында әлдеқайда дәл орындалады. Роботтық хирургия әдетте дәлдік пен күрделі операцияларға, сондай-ақ урологиялық қайта қалпына келтіру процедураларына қолданылады. Девенси роботтық жүйесі қуықасты безі қатерлі ісігін емдеуде төңкеріс жасады. Бүгінде қуықасты безі қатерлі ісігін емдеудегі алтын стандарт роботтық простатектомия. Роботтық хирургия қуықасты безі қатерлі ісігін емдеуде кеңінен қолданылады. Сондай-ақ бүйрек қатерлі ісігін емдеуде де пайдаланылады. Мұнда роботтық технологияның арқасында бүкіл бүйректі алып тастаудың қажеті жоқ. Тек ісікті ғана алып тастап, бүйрек тінін және оның қызметін барынша сақтауға мүмкіндік береді. Роботтық хирургияның тағы бір артықшылығы қайта қалпына келтіру операцияларында, мысалы қуық, кнаптық жылан көзді және басқа да күрделі урологиялық процедураларды емдеуде қолданылады. Рахмет.